Сәлем достар, бүгін біз самородина пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 8 грамм қопсытқыш араластырамыз және де үй температурасында тұрған 180 грамм сарымайымызды қосып ұсақтаймыз ұнтақпен. Крошкаға айналдырамыз. Осындай. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқамыз бен творогымызды араластырып аламыз. 2 жұмыртқамыз, 70 грамм творогымыз араластырып, үстінен шекерімізді қосамыз. 180 грамм шекер. Жасап араластырып, ұсақталған ұнымыздың үстінен құйып, тесто дайындаймыз. Тестамыз бізді өте жұмсақ және де жабысқыш келеді қолымызға. Артық ұн салмаймыз. Осындай жабысқыш, қолға жабысатын қамыр пайда болады. Осы қамырымызды полиэтилен пакетіне салып, пластинка жасаймыз. Бір қалыпты және де морозилькаге 1 сағатқа қоямыз. Ол аралықта біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 180 грамм смородина, 200 грамм қантымызды осылай табада бір қайнатып аламыз. Қантымыз ерігірек және де осындай шашырамайтын ыдысқа құйып, блендермен езіп аламыз. Езілген смородинамызды ситадан өткіземіз. Бізге сұйығы керек емес, қоюын ғана аламыз. Сұйығынан сіздер компот дайындасаңыздар болады. Осылай ситадан өткізіп, барлығын тек қоюын бөлек тарелкаға салып аламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 600 грамм творог және де 150 грамм шекеріміз, 2 жұмыртқамыз, 50 грамм клейгей, 60 грамм қаймағымыз қосамыз. Егер клейгейіңіз болмаса, сливкаңыз, онда қаймақты қосуға болады. Және де смородинамызды аламыз. Барлығын бір келкі массаға айналдырып, блендердің көмегімен езіп шығамыз. Түйіні жазылғанша. Осындай салмамыз дайын біздің. Енді кезекте қамырымызға көшеміз, тестамызға. Ол үшін 24 диаметр форма, астына міндетті түрде пергамент төсеп аламыз. Холодильникте тұрған біздің морозилькте тұрған қамырымызды шығарамыз және кішкентай аздап қана бөлігін алып қаламыз. Барлығын бір келкі етіп формамызға жазып шығамыз. Әрине қолға жабысады қамырым, сол себептен осылай ұнды себелеп бетіне қолға жабыспау үшін бір келкі формаға жайып аламыз. Және де вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Енді кезекте салмамызды құямыз. Салмамызды құйдық. Бір келкі етіп жайып шығамыз. Және де алып қалған қамырымызды осылай лист қылып, жапырақша қылып, бетіне қойып шығамыз. Перчаткаға жабысып жатыр, сол себептен қолмен пластинкаға айналдырып, осылай бетіне қойып шығамыз. Және де бетін сәндеуге аздап замороженный смородинаны қойсаңыздар болады. Қоймай істесеңіз де болады әрине.
осындай сантиген ұнайды. Және де 170 градуста 40 минут пісіреміз. Әбден суығаннан кейін формамыздан шешеміз. Және де көргендеріңіздей қалған смородинаның согынан осындай кипяток қойып компот жасадық. Болсын қыздар, сіздермен бірге болған Жадия кондитерлік орталығы. Жасап көріп пікір қалдырыңыздар.